Бүгін Астанада көпшілік білмейтін, көпшілік сторисқа салмайтын бір жерге барамыз. Жалпы предысториясы да біздің командада өткенде 7 май болды. Сол кезде қыздар бізге сыйлық берді, жігіттерге осындай болады деп. Содан кейін бізде сату бөлімі деген жаңадан құрылды. Көрсеңіздер, мысалы мен курсым туралы ақпаратты күшті беріп жүрген адамдар бар ғой. Сол сату бөлімі бізге айтып жатыр, давайте ол жерде біз сондай бір тимбилдинг ұйымдастырайық деп. Соған қазір барып жатырмыз. Ана жерде менімен бірге наушнигін тастап кетіп жатыр екен, рахмет от души. Короче, менімен бірге мынандай тема болып жатыр. Былай жүреміз, мен машинамды қалдырып кеттім, жаяу жүремін деп. Сол жақта Қарагөз, Жания, Әділет дегендерді машинама салып алып, өзім водитель боламын. Енді ойлап жатқан шығарсыздар, неге мына жерден шығып соншалықты машинаны іздеп жүр десек, біз дейтін Ильяс мырзамен бағана кездесіп өткіздік. Все, аман болыңыз. Танысқаныма қуаныштымын, Абдушинский. Неге машинаны алысқа қалдырып кетеді деген сұрақтар бар шығар. Себебі Дубайда жүрген кезде мен орташа күніне 9510 қадам жасайтынмын. Астанаға келдім да күніне 2000-3000-ға түсіп қалды. Соңғы бір апта содан кейін машинаны бір нүктеге қалдырып, осы айналада жаяу кездесулерге барам деген шешім қабылдадым. Сол үшін қазір ыстық күнде жаяу жүрміз. Қазір қыздар мені келіп жатыр. Қыздар келгенше бір рет гольф ойнап алайық деп тұрмыз. Қыздар енді келіп қойды, сонда да енді бір рет жарысып кетейік. Мынандай ударға мен мысалы 208 метр дейді, мен жете алмаймын, шыны керек. Или 152 метр. Чего там? Мына гольфті қарасаңыздар, өткенде бастаған кезде мынандай жоқ еді. Бүгін ана жерге де защита қоямыз, мына жерге де защита қояды. Адик келіп, бұлардың барлығы келген кісілердің қауіпсіздігі үшін жасалып жатыр. Енді бірінші рет жасағанда басында білген жоқпыз. Қазір ақырындап қауіпсіз етіп жасап жатырмыз. Мына жерде мына Қарагөзді қараңдар, Жанияны қараңдар, кәдімгідей анандай вайп болып тұр ғой, атқа мінетін вайп болып тұр ғой. Біз деген атқа барып, орамалды қазір атқа отыратын езбейді, баля орамалда шашсыз бай деп күшті сабатын дәстүр болып тұр енді. Иә. И одан кейін продажниктер опының күшті дастарханын жеп, мұзын ішіп, от души демалуға желание дайынбыз. Мына жерде, міне, күннің астында мынау байқұс күйіп тұрған шығар. Кешірші деп қойық та. Атқа қоныңдар, онда кет. Қазір темір тұлпарға қонайық, темір тұлпардан кейін шын тұлпарға қонамыз. Мына жерде біздің Лагистің көрсетуі бойынша біреу ремень тақпапты. Да, Лагистің көрсетуі бойынша 48 минут жүреді екенбіз. Ремень тағып алыңыз, Әділет. Опа. Все. Қай жерге баратынымды айтпадым ғой, біз дейтін қыздар атқа мінеміз деп, сол атқа мінетін өткенде сертификат сыйлады. Мына ол артта отырған қыздар. Сол сертификатты бүгін қолдануға барып жатырмыз. Кәдімгідей бір оқпен 2 қоян өлтіреміз деп, сол жерде тимбилдинг жасап жүрейін деп жатырмыз. Ана жақтан әртүрлі адамдар келе жатыр, қазір сол жақта жиналамыз. Қазақ бір анда құлауыққа келген сияқты болып тұрмыз. Қара шаңырақ деген жерге, ана жерде дейтін аттарды дайындап қойған сияқты. Бір үйір ғой кәдімгідей. Құдай самасын. Ал кеттік ал. Мына құлауық болып жатыр ма қалай ма? Микрофон. Мен негізі кеше ғана тойдан келген Тараздан. И тойдың вайбынан әлі шалмай жатырмын. Мына жақта таза құдалық болып жатыр ғой. Иә.
жиналып қапты кәдімгідей да. Мына қыз дейтін сразу кресло басына орамал тағып алған. Қалай кетіп жатыр? Ваннамды ма? Да, дастархан дайындап қойыпты уже. Дастархан дайын дейсің да? Анда әніміз құдалық болып жатыр. Мұнда қуырдақ құдай самасын не болып жатыр да? Айты таныс болыңыздар. Не? Алыстан келген кісілер сразу мен дейтін осы тойды басқарам кішкене. Мына жерде кадр дейтін жаңа атқа түсіріп мініп жатқан кезде кадрды телефондан қойған шығармыз енді. Былай шаршап келдік шыны керек. Ана жақтан былай шаптық, сосын былай шаптық қайтадан. Бірақ жақсы бір анандай ауылымды еске алып, кішкене шатымды қатайтып, жақсы болып келе жатырмыз. Мына қыз енді біздің арамыздағы ең үздік шабандоз деген атақты береміз. Орманның арасында шапты. Андай орманның арасында прям андай свободамен күшті шаптым, иә, күшті. Атқа екінші рет отырып тұрмын, негізі бірінші рет шауып тұрмын ғой. Шауып кетті сразу, біріншісінде қатты қорықтым, ең бірінші айғайлаған мен шығар. Екіншісінде уже кішкене үйренісіп қалдым да, бірақ өзі алдына кетіп қалды. Түскеннен кейін талтаң етіп жүрмін. Талтаң былай жүреміз ғой. Адреналин. Ана жігітті алып қашты атты кейін. Тоқтатамайды. Мен де алып қашып кетті ғой екіншісінде. Атқа екінші рет отыруым, бірақ реально четко болды. Ешқашан ұмытпаймын. Ол адреналин. Мен бірақ ағай алдымнан күшті чөө деп тұрып зымырады да кетті көз алдында. Негізі мен өз атым жақты мақтайыншы, әлі мақтай алмай тұрмын. Күшті ат менің атым. Өзім сұрап алғам жаңағы осы жақта жүрген кісілердің барлығынан. Аты қалай айтады? Күлсары. Жоқ, Ақшұбар ат. Ақшұбар, тоқта десем тоқтайды. Сигнал көрсе шабады. Және де үздіктердің бірі просто менің кішкене характерім азым-аз жетпей қалады. Чтобы бірінші болып келуге әйтпесе барлықтарыңды шаңында қалатын едіңдер. Барлығымыз бір астандамыз, надеюсь, связь будем держать. Вот, бірге жұмыс жасағанымыз өте қатты қуаныштымын, ашылдым. Астанаға прям үйреніп қалдым тоже сендердің арқаларыңда. Көп нәрсеге, әрбір адамнан бірдеңе үйренесің ғой, сол каждый адамнан бірдеңе үйреніп. Сондай бір күшті орта болды. Прям айтарлықтай бір история боларлықтай. Вот, рахмет, что мы вместе поработали. Женский. От души. Я верю, что у вас команда ары қарай дамитынына өте қатты сенемін, поэтому вперед. Жалпы команда сіздермен танысқаныма өте қатты қуаныштымын. Осы жерде барлықтарыңызға негізі алғысымды білдіргім келеді. Мен де негізі Астанаға недавно келдім. Осыдан бір 2 ай тұрып көрдім, қайтадан тағы бір тұрып жатырмын деген сияқты да. Енді барлығымызды осы Астана біріктіріп тұр ғой. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Команда ең алдымен Айзел продаж сіздерге, Жанбек мырза сізбен танысқаныма қуаныштымын. Алматыдан келіп, команданы құрып, барлығын ұйымдастырып, жаңағыдай ұйымшыл болып, кәдімгідей бір команда болып, семья болып жүргендеріңіз шынымен де қуантады да. Себебі мұндай атмосфераны жасай алу, ол да өте үлкен еңбек. Сондықтан Жанбек мырза сізге алғысымды білдіремін, команда сіздерге алғысымды білдіремін деген сияқты. Біз бір ғана енді аз ғана уақыт жұмыс жасадық қой, енді алдағы уақытта жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Еркебұлан мырза сізбен де, Қарагөз, Жания, Айдана сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Сондай бір
ондай бір үлкен бір ұзақ уақыт жұмыс жасамасақ та мен осы команданың бір бөлшегі екенімді өзім сездім да. Сондықтан сіздерге алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта барлықтарыңызға тек қана сәттіліктер тілеймін, рекордтар тілеймін. Барлығы жақсы болсын. Мен енді қайтуым керек болып жатыр. В общем, өткенде айттым ғой да, вот Дубайдан келіп, ары бері жүргеннен кейін, вот сендерге жиі келіп тұруға тырысамын деп. Келіп жүрмін, негізі әлемде тұрып жүрмін, байқасаңдар. Да. В целом, да, ақырында осындай топ болып, команда болып, ақырын кішігірім бір қадамдармен күнделікті бір күнде бір қадам жасап, әйтеуір өзіміздің мақсаттарымызды орындап жатырмыз. Сондықтан осындай келе салып, ана жерде сендер бір-біріңнің туған күндеріңді құттықтап, плов жасап, 7 май жасап, 7 майға атқа отыратын мүмкіндік сыйлап, дәл осындай дүниелер жасап жатсыңдар. Сондықтан сендермен осылай жолдың басталып жатқанына алдағы бір қанша, бір ай өтті ма, бір айдан асып кетті ғой. Сол уақыттарда уже сендермен бірге болып, осындай тірліктерді көріп жатқаныма мен өзім қуаныштымын. Бұйырса, мына жерде ақырындап бүгін енді барлығымыз жиналып, осылай отырғанымыз бірінші шығар, бірақ енді осылай бірінші жиналып отқан шығармыз. Сондықтан ары қарайда кішкене әртүрлі өмірдегі ситуациялар біріктіре береді ғой. Келесі жолы жиналған кезде уже біздің өткенде, помнишь, өткенде есіңде ма деп айтатын әңгімелерге мысалы Самғар да повод болады. Сондай тірліктер көп бола берсін ары қарай. Себебі біз енді жаңа команда болсын жинағанда да, басқа болсын жинағанда да, бірінші орында адам күні адаммен ғой енді. Адамның адамгершілігі, одан кейін өмірге деген кішкене моральдық көзқарастары маңызды. Сол жағынан сәйкес болып алсақ, ары қарай ақшасын жасауы ол кішкене екінші орындағы дүние. Себебі бірінші былай сәйкес болып алсақ, ары қарай бір-бірімізді тартып, ел жасамаған ақшаны жасай береміз ғой бұйырса. Сондай. Біздің енді осы жиналғанымыз студенттеріміз бар, сол студенттерімізді от души оқыту. Ана жерде біздің студенттерімізге негізі продажа деген, немесе жаңағы студентіміздің оқу процесі деген, ол менің алдыма келгенде басталмайды, ол ең бірінші сол вебинар кезінде басталады. Содан продажниктердің өзі, олар оқытушы адамдар да. Себебі олардың дейтін қалай олармен сөйлесіп келеді, соған байланысты қазақта жақсы сөз бар ғой анандай. Первое впечатление, да, невозможно провести второй раз дей ма? Сол үшін да сондай қазақтың сондай көне сөзі бар. Сондықтан сондай сөзге сай ең алғашқы айнамыз осылай, осы жақтан келіп, бізбен келіп, ең аяғында біздің курсты бітіріп, содан кейін тағы да бір жылдай бізбен бірге жүре береді олар да. Сондықтан сол жолдың барлығында біздің қандай болатынымыз, біз бір-бірімізге қарым-қатынасымыз қандай, солардың барлығын олар да көреді ғой, көреді да, содан кейін өздерінде қарым-қатынастар соған қарай түселе береді. Менімен бірге жүргендер обычно көп жағдайда ұзақ болады, сондықтан ұзағынан сүйіндіре берейік, шаманың жеткенінше ұзағынан сүйіндіре берейік, ұзағынан жүре берейік. Ертең бұйырса бір 2-3 жылдан кейін осылай отырып, қара көзбен ұрсақ. Шучу. Все, давайте, аман болыңдар. Қуаныштымын сендермен бірге болғаныма.